Біздің Бауыржан отбасы үлгісіндегі балалар ауылы 2001 жылы облыс әкімінің шешімімен ең алғаш құрылған. Ол осы отбасы үлгідегі балалар үйінің ашылуы бойынша, сол кезде біздің облыс бойынша ең алғаш бірінші ашылған балалар үйі отбасы үлгідегі. Ол кезде біздің Қали Сарман ағамыз облыс әкімінің жанындағы кәмелетке толмағандарды қорғау комиссиясының мүшесі тұғын. Сол кісінің араласуыменен, сол кісінің тікелей қолдауымен осы жерде осы балалар ең алғаш осы жерде ашылған. 2001 жылы әкімнің шешімі шықты, 2002 жылы ең алғаш балалар қабылдадық. Сол уақыттан бері Қали Сарман осы жердің тұрақты демеушілерінің бірі. Мейрам кездерде, жаңа жылдарда, наурызда, 1 маусым балалар қорғау кезінде тікелей өз отбасынан бірге осы жерге келіп, балаларға көмек көрсетіп, демеушілік жәрдем көрсететін тұғын. Одан келіп балаларға өздерінің өткен жолынан, өзінің бизнесте жасаған жолдарын бәрін балаларға айтып, балаларға бизнесте, өмірге, болашаққа әртүрлі өз ақыл кеңестерін айтып отыратын. Негізі бұл балалардың ғимараты, сол кездегі Қайнармай өндірістік кооперативінің балансындағы детсадтың ғимараты болған. Сонда сол ғимаратты осында біздің балалар үйіне сыйға тартып, соның арқасында осы жерде дәл қазір бүгінгі күнге дейін осы таңға дейін осы жерде 132 бала осы жерден тәрбиеленіп шықты. Қазір барлық шыққан балалардың бәрі тәрбиелері жақсы. Мысалы, отбасы болып, отағасы болып, семья болып өмір сүріп жатыр. Осы күнге дейін жаңа айтқан біздің Қали ұлы Сарман ағамыз тікелей өзі көмегінің арқасында осы жерде ашылып, осы жерде балаларға көмек көрсетіп, жан-жақты ақыл кеңес айтып отырады. Оның үстінде біздің Қали ағамыз біздің балалар үйінде қамқоршылық кеңесі бар. Сол қамқоршылық кеңестің төрағасы ол кісі. Өйткені тікелей біздің осы балалардың тәрбиесіне байланысты, балалар үйінің қаржыландыруына байланысты, балалардың ғимарат үйіндегі ішкі жұмыстардың барлығына сол кісі тікелей өзі араласып, өзі ақыл кеңесін беріп, қажет жерінде облыс әкіміне, болмаса облыстық мәслихаттарға жеткізіп айтып отыратын біздің бірден бір өкіліміз сол кісі. Өйткені жаңа айттым, біздің қамқоршылық кеңестің төрағасы сол кісі. Бізде қамқоршылық кеңесте 9 адам бар, 9 адамның ішінде осы кісінің бірден төрағасы сайлаған. Міне ашылғаннан бері дәл қазір 18-19 жыл кетіп бара жатыр. Сол уақыттан бері тұрақты демеушілердің бірі сол кісі. Енді қазіргі жағдай бойынша былай бұл кісінің шаруашылық жағына нем жоқ, хабарым жоқ та. Бірақ енді бұл кісінің мен адал адам ретінде біздің мекеме, біздің балаларға әр уақытта қамқор жүретін жақсы азамат ретінде білген. Ал шаруашылық тірліктерін ол кісі ондай жағын мен білмейді екен ол кісі. Мен өзімнің ойым біздің жұмысымызға, мына біздің балаларымызға қатысты, осы балалар ғимаратына қатысты ол кісінің мықты азамат екенін білемін ол кісі. Әр уақыт, кез келген уақытта не айтсаңыз да өзінің көмегін беруге дайын тұрады. Қаржылай көмек береді, болмаса балаларға жұмыс қажет болса, жұмыс қажет, болмаса неге мындай барайын десек те қай уақытта өзі көмектесіп дайын тұр.